Балалар, үйге қандай тапсырма берілді? Жексенбіні қалай өткіздің? Кім айтады? Айдана, айта ғой. Жексенбі әдеттегідей өтті. Әкеммен бірге хайуанаттар бағына бардық. Кешкі асқа анам менің сүйікті бауырсақтарымды дайындады. Біз бірге тамақтанып, теледидар қарадық. Жарайсың, Айдана. Тағы кім айтады? Шыңғыс, дайынсың ба? Мен жексенбіні өте жақсы көремін. Себебі, бұл күнді біз анам екеуміз бірге өткіземіз. Таңертең сағат 8-де тұрып, жақсылап таңертеңгі асымды ішемін. Әкемнің жұмысы өте ауыр, мен оны түсінемін. Жылы киінемін де далаға сыбызғыда ойнауға шығамын. Біздің адамдар мейірімді. Түске қарай гүл дүкеніне кіріп, анама гүлдер аламын. Менің анам өте алыста. Гүлді алған соң автобус тұрағына барамын. Автобуспен ол жерге жетуге оңайырақ. Анама келгеннен кейін мен оған Сәкен Сейфуллиннің «Ақсақ киік» шығармасын оқимын. Мен анама өзім туралы айтып беремін. Сабағың жақсы, достарың бар. Анам бәрі де жақсы болады деп айтушы еді. Мен оған сенемін. My mom used to say, always follow your dream. Work hard and you will break the stones. Receiving this honor tonight tells me that it's possible. It is possible.